Ниқап пен паранжаға жол жоқ. Енді беттерін тұмшалағандарға 200 мың теңгеден астам айыппұл салынбақ. Заң жобасына еніп жатқан өзгерістер жыл соңына дейін бекітілетін болады. Оған халықтың пікірі қандай? Діни киімдер, оның ішінде қара жамылғы сататын саудагерлер неден қорқады? Толығырақ Аяулым Мұрат қызының бейне материалында. Жоқ, мен хозяйкама рұқсат сұрауым керек ол қазір. Бұл қаладағы сауда үйлерінің біріндегі жағдай. Діни киімдер, оның ішінде қара жамылғы сататын саудагер аш пәледен қаш пәле деп дүниелерін сүруге рұқсат бермеді. Осы жылдың көктемінде елбасы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мүшелерімен кездесіп, елімізде бет жүзін тұмшалау дегенге нүкте қоюға заңды түрде тапсырма берген. Сөйтіп, дін істері және азаматтық қоғам министрлігі мүфтиятпен бірігіп іске кіріскен еді. Көп күттірмей әзірленген заң жобасында бірқатар тыйымдар қарастырылған. Получение духовного, религиозного образования. Заң жобасында шетелде діни білім алу, дін қызметіне мемлекеттік қызметкерлердің қатысуы, дін жоралғылары бойынша некені қиғызуға қатысты жаңа нормалар қабылданатын болады. Сондай қоғамдық орындарда адамның бет бейнесін тұмшалайтын киім түрлерін киюді шектеп, ол үшін 100 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынбақ. Бұл дегеніңіз 226 мың теңге. Бет аузын жауып жүруге Италия, Нидерланды, Ұлыбритания, Бельгия елдері де қарсы. Тіпті мұсылман елі Мысырдың өзінде студенттерге ниқап киіп емтихан тапсыруға тыйым салынған. Паранжа сол көңілеттер ақылы қысқа, қызғанышы көп, намысы аздау ер азаматтардың жаңа ойлап өмірге кіргізген тәсілі бұл. Бұл негізінде туындаған Орта Азия халықтарының ішінде Иран, Ауған, парсы, өзбек ағайындардың ішінде кездеседі. Бұл біздің қазақ ұлтымызда мүлде қолданылмаған. Біздің салтқа жатпайды. Өйткені қазақтың қыздары да орамал тақия киген, біз орамал тартамыз. Ал тұмшалаған деген ол бізге жат сияқты. Теріс ағымдарға барғаны, конечно, дұрыс емес. Бір жағынан да жаңағы ол айыппұл салынып, жаңағы заң бойынша соның бәрін қалай десем әлгі. Реттелген ол өте дұрыс. Егер адам шашын қыздар өздері жапқысы кеп ұзын киім жүрсе, ол да тұрған ештеңе жоқ, бірақ қара киім, никап деген көзіне дейін жауып тастау, ол мен үшін ерсі. Алайда тыйым салынып отырған ниқап пен паранжаны хиджаб және өзге де киім түрлерімен шатастыруға әсте болмас. Мұсылман әйелдер киетін бас орамалдардың мынадай түрлері бар. Шейла ұзын орамалмен басты кеңетіп орап, кейін иыққа қойылады. Дәл осылай орау үлгісі парсы шығанағында көп таралған. Хиджаб мұсылман әйелдерінің дәстүрлі орамалы. Ол шаш, құлақ, мойынды жауып, тек жүзін ашық қалдырады. Чадра ұзын жамылғы, басынан аяғына дейін денені жауып тұрады. Киімге ешқандай түйреуішпен бекітілмейді. Әйел адам өзі қолымен ұстап жауып жүреді. Ниқап қара түсті бас киім, шаш пен бет жүзі жабылып, тек көзі ғана ашық тұрады. Паранжа бурка, басынан аяққа дейін денені жауып тұратын ұзын жамылғы, көзде торлы матамен жабық тұрады. Көбінесе сұраныс келтіргенде бізде готовый, дайын түрдегі орамалдарға бізде көп сұраныс келтіреді. Мысалы, мынандай түрін іздейді, намаз оқуға, бірінші ішінен боник тағылады, және де сыртынан бұлай кимешек киіледі. Және де тағы сұраныстар, мынандай дайын тюрбандарға сұраныстар көп жүреді. Оларды байлау өте оңай. Және де оны тек бұлай орамал тағатын қыздар емес, жайда стиль үшін киетін қыздар өте көп. Жаңа құжатта баласына екпе салдырудан бас тартқан ата-аналарды да жауапқа тарту қарастырылған. Мұндай норманы енгізуге 10 мыңға жуық отбасының былтырғы жылы діни ұстанымдарын алға тартып, вакцина алуға қарсы шығуы себеп болып отыр. Енді екпеден бас тартқандар 20 мың теңге көлемінде айыппұл төлемек. Аяулым Мұрат қызы, Айдана Байтұрсынова, Жандос Айғожин, Айбек Тынбаев, басты жаңалықтар Астанадан.